не болды, Португалия ұшып кетті ма? Ал менің сүйікті командам Англия әрі қарай өтті. Турция мен Голландия ойнады. Андай кайф матч қой. Кім ұтса да ұтсын деген матч қой. По зрелищности осы матч қалған бәрін алып тастаған сияқты. Соңғы 5 минут 6-1 сала алмаған шығар. Роналдуны ауыстырып тастау керек еді. Сөйтіп Роналду флангта тұрып, заменде тұрып, андай 2016-дағы сияқты тренер сияқты напор үйіп тұрғанда жастарға вообще күшті болатын еді. Диего Жота дейтін 1-1 степ бер десең де степ беретін ойыншыны заменада ұстау бұл қателік деп ойлаймын. Аканжи сала алмаған, чаттан қалғандарын деген сияқты. Жоқ, вообще қате болды Аканжи деген. Аканжи өмірінде пенальти теппеген адам екен вообще. Мен бірақ бұл жерде Францияға жанкүйер бола тұрайын, большие имена болу керек. Финалда Кукурелла жүрмеу керек. Бәріне сәлем, бұл Inside подкаст, және де Inside подкастың жүргізушісі мен Еркнияз, және де менің әріптесім Ливерпульдің жанкүйері, стендапер Аңсаған Садырханов. Және де бүгін бізде қонақта актер, әнші, тиктокер, блогер, тағы қандай қасиеттерім бар. Сондай нәрселер айтып, футбол көреді деп, футболдан шәрт етеді деп шақырдық. Және де футболдың эксперті Дәулет. Ассалаумағалейкум бәріңізге. Қош келдің, біріншіден. Және екіншіден, именно осы выпускта Ерік бастап отыр. Негізі мен всегда бастаймын да. Ерік настроениесіз бастады ше. Актер деп ше. Онша емес қой. Не болды? Португалия ұшып кетті ма? Құтты болсын, Ерік. Ары қарай Inside подкасттарда жымимай отырасың. Наконец-то сен аузын жауылды. Команда ұшты да. Ал менің сүйікті командам Англия әрі қарай өтті. Англия бұйырса чемпион. Ешқандай команданы упор көрмейміз. Сен не үшін Испанияға болеть ететінін білем, өйткені Англияны жек көресің. Мен ешқандай команда жек көрмеймін. Просто андай достойный команда ұтса екен. Онда Аргентина ұтады ғой. Бәрінше жындан тиіп отырсын. Құрметті көрермендер, Евро 2024-дің 1/4 ойындары бітті. Енді бізде жартылай финалдық ойындар қалды. Ең үздік 4 команда қалды. Оның ішінде Португалия жоқ. Сол 4 команданың арасында биылдыққа чемпиондыққа үміткер командалар Испания, Германия, Англия, Швейцария. Негізі бұндай полуфиналды ешкім күткен жоқ. Бұл жерде Швейцарияны. Мен особенно күткен жоқпын ондай. Сен особо күткен жоқсың, иә? Швейцарияны в основном күткен жоқ қой, қалғандары более-менее жетіп қалады әйтеуір полуфиналға дейтін командалар ғой. Кімге жанкүйерсің? Кімге жанкүйер едің? Португалия, мен де Португалия ғой. Деп настроение күшті болсын ол жерде. Негізі былай кішкентай кісіден бастап клубтық деңгейде кімге жанкүйерсің? Реал Мадрид деген сияқты ма? Реал Мадрид қайттым міне бар қазір. Барсаға ауысып кеттім. О, прикольно. Не то моментта ауысып кетіпсің ғой? Иә, Криштиану кетіп қалғаннан кейін Барсаға ауысып кеттім мен что-то. Қазір Барселонаны ұнатасың? Қазір Барсаны фанатымын да. Қалай қарайсың осыған? Ана жақта Криштиану Роналдудың жеке фанаты Аль Насрдың бүкіл ойынын көреді. Мен өте жақсы қараймын. Өйткені Криштиану болды да ол кезде, сол кезде болеть етті. Криштиан кетіп қалғасын, уже чуть не важный бол. Өтірік сөйтіп айтып жүрсе. Енді бірден ойындарға тоқталып кетейік. Әрі қарай сосын жартылай финалда да өзіміздің ойымызды айтамыз. Енді Еврода жақсы жеребьевка болды. Сол жақтағы әрбір ойынды көретін бүйтіп. Нашар жеребьевка болды. Англияға ғана жақсы жеребьевка болған сияқты бола қарапсың. Бірінші ойын бізде Испания, Германия. Алдыңғы подкастта кімге болеть еттіңдер сендер? Мен Испания ұтады дедім. Мен Германияға жанкүйер болғам. Сен Германия жанкүйер болдың, потому что бірдей мнение болмасын дедім де. Германия салайын дейді. Негізі бірақ Испания изи өтіп кетеді финалға дейін деп өзім настрой құрып отырмын. Испания, Германия осы Евродағы качество бойынша ең жақсы ойын болды деп есептеймін. По зрелищности ауыздау болуы мүмкін, но по качеству по зрелищности тоже жақсы ойнады. Күшті ойын болды, иә. Что-то кросс жаман. Көзің қанады ғой. Андай моменттер болды бүйтіп. Элчи көресің ғой. Элчидің 1/4, 1/2-сін көргенде осындай футболдар болады, андай качественный ше. Қазір неге Евро қызық емес, былай жалпы барлық ойын андай вау деп өтпейді, өйткені сезон аяқталды. И сезон біткеннен кейін игроктардың уже формасы пигынан өтіп кеткен ғой. Чемпионат мира, Катардағы чемпионат мира неге қызық болды, өйткені ол сезонның ортасында болды да. Игроктардың бәрі свежий, андай хайлайттар жасап, жақта Месси неше түрлі нәрселер істеп деген сияқты сондай
бірақ бұған дым демейміз. Соның өзінде де Испанияның ойыншылары жақсы ойын көрсетіп. сен үйден көрдің бе сен Иә. сол матчты? Мен де алай болған. Қалай болды? Мен негізі сол күні тек Португалия матчын көремін деп ойлағанмын да. И көшеде кетіп барады, дос балам кетіп барады. И терезеден сол матч болып жатыр да. Бір көре салайықшы 5 минутқа деп сол аяқта бір жарты сағат бойы просто тұрып қарап тұрғанбыз сол матчты. Зато қызық болды. Прям еще мен ойлаймын, Копа Америкада мысалы основной уақыт қалған білесіздер ғой? Типа дополнительный уақыт болмайды. И егер де еврода солай алып тастасаң қызық емес болып қалатын сияқты. Евро деген прям каждый минут 20-ға дейін ба? 112-лерде красный алып, Карбахальдар ма, сондай сияқты ма? Каждый момент блин деп андай прям. Бұл жерде екі командаға да терять нечего. Ұшып кетпей дейтін. Бірде 4-ге келіп ұшып кетсең обидно ғой. Барын салып, осторожность болды екі командада. Бірінші өткізбеу дейтін. Бір-біріне бүйтіп жайлап басып беріп көрейік, бүйтіп көрейік, сөйтіп көрейік деген сияқты. Бірінші тайм сөйтіп 0-0-мен бітті. Екінші тайм басында Испания салып кетті. Екінші тайм басында Испания салып кетті. Сөйтіп ойынның соңында Германия теңестірді. И сол кезде андай болады ғой. Германия салды, значит, Германия дальше давить етіп сияқты дейтін андай. Андай чувство болады ғой. Как будто Испания сынған сияқты да, андай 1-0 деген, бірақ жоқ. Испания одан сайын андай күшті ғой Испанияның ойыны. Педри сынып қалған кезде, стартовый план бұзылдау, қиындау болады-ау енді деп едім. Оның орнына Ольмо шықты да, мен тоже по идее поинтереснее боламын негізі деп, Ольмо да жақсы ойын көрсетіп. Жоқ, негізі жаңағы Испания дейтін командалар ғой, Германия, жаңағы Франция бір героға сынып қалса, дым кетпейінше олардың основныйлары да мықты ғой. А вот Португалияда біреу сынып қалса, болды ойын. Неге Роналду сынбады сол? Роналду сынбайды ғой, Роналду тек ұтады тек, алға жүреді тек. Сол байқамай қалдық қой. Нәрселердің болмай қалды да сол десең. Сөйтіп Испания Германия дополнительный болды. Дополнительныйда енді нежданчик болды енді. Дополнительныйда открытый футбол көрді слишком. Негізі дополнительный ол доиграющий время ғой, 30 минут дейтін. Типа көрейік, если что, дальше пенальти тебе саламыз. Бізде Симон бар, сендерде Нойер бар. Максимально осторожно ойнап, созып. Өткен дополнительда гол өткізіп алсаң, өткен аз да ар жақта. И саған қосып бермейді уақыт, анау отыграться ету қиын. Сөйтіп сондай футбол болып жатқан кезде Испания 118-де салды да. И Германия андай болған сияқты. Жаңа келіспей қой пенальтиге. Неғып салып кеттіңдер, жынды ма? Кім салып еді? Марена ме? Иә, ол игроктың бір андай бар екен. Кезінде папасы салған кезде празднованиесі бар, соны өзі қайталап. Мен де көрдім жаңа. Штутгартта болған андай история ғой, иә, кино. Тамаша, сондай игроктардың маған ұнайды, Хосе сияқты игроктар. Андай ғой, сен болеть етпейтін екі команда ойнап жатса, пенальтиға дейін барса екен деп отырасың ғой. Өзің болеть ететін команда пенальтиға барса уайымдап, нерв болып. Сөйтіп Испания 2-1 салып кетті, уже ары қарай Германия ештеңе решать ете алған жоқ. Бірақ өте жақсы футбол. Мен мынандай идея ойда болған басында. Осы 1-4-тің жеребкасы шықты ғой. Сол кезде чемпион осы жақтан шығады деп. Өйткені финал осы жақта болады деп. Андай типа ең қызықты матч осы сеткада болады деп. Возможно, біз ол матчты өткізіп алдық. Бірақ Испания мен Франция одан да қызық матч өткізіп береді деген сенімдеміз. Финал одан да қызық болады деген оймен кешегі Испания мен Германияның ойыннан бүйтіп болды. Осы еврода жақсы футбол көрдім. Дальше 0-0-лерді әкеле беріңдер дейтін сияқты болды. Дальше Англия матчын көруге болады. Мен андай нәрсені көрдім. Осыған қанағаттандым деген сияқты. Сөйтіп Испания ары қарай жартылай финалға өтті. Заслуженно, ешқандай хейтсіз, ешқандай әділетсіздік, судья бүйтіп қалды, сөйтіп қалды дейтіндей жоқ. Германия өкінішке орай өз жерінде финал көрген жоқ. Негізі бірақ составында фулькрупты может основаға шығару керек пе, білмеймін. Испанияға басқаша бір дайындық керек пе, Германияға бірдеңе жеткен жоқ, оның не екенін білмеймін. Германияға андай ворота, защита, полузащита, нападение бәрі идеально ғой. Бір деген жетпейді. Может центральный нападающий, может білмеймін не жетпейтінін, бірақ не жетпейді соларға. Возможно, тренерден сол игроктарды қолданылмаған шығар. Кімді шығарып тастады еще, Санені шығарды бірінші минуттан.
Иә. Виртс шығару керек еді, по идее. Сол екеуі негізі бірінші ойында Виртс шықты, потом Саныны шығарды, сөйтіп жүреді, и андай попадать етем деп ойлаған шығар. Мгм. жоқ негізі Германияға Криштиану Роналду жетіспеді. Еще ана спорный момент болды ғой, пенальти болатын да. Иә, Кукурелланың қолына тиген кезде ол жердегі моментте енді білмеймін, мынандай үлкен аренада, мысалы үшін егер судья Испания жаққа дейін десең, наоборот, ол Германия жаққа болу керек қой, судья. Өз елінде судья сен жаққа болу керек қой дейтін әңгіме ғой. Бірақ Кукурелла алып бара жатқан сияқты ол көрінді маған. Иә. Білмеймін, ол жерде как мен енді как көрермен ретінде айтайын, ондай пенальти сияқты, бірақ көрермен ретінде айтсам қолына тиді да андай, и оны сен андай обычный футбол көретін адамға ол алып бара жатты, там үлкейткен жоқ деп түсіндіре алмайсың, қол деген сияқты ғой, бірақ менде сол алып бара жатқан сияқты болды андай. кеше эксперттардың нарезкаларын көрдім да, көбісі пенальти деп жатыр. Ну типа андай айтады да, турнирді ұйымдастырып жатқан жаңағы судьялардың өзінің бір жаңа қолға тиюдің Мнениесі бар ма? правилалары бар, короче. Соған қараған. Иә, возможно, соған қарады олар. Типа увеличение тела дейді ғой анау. Возможно, сол кішкентай увеличить етілді. Кеше көбісі айтады да, мысалы Германия өтпей қалды, жалко, кросс, ешқандай жалко емес. Алды ғой алатын нәрселер. Да, менде ондай болған жоқ. Иә. Вот Ройс сияқтылар болса, ол жалко болады. Иә. Мынау енді жақсы, мынау прям точкаға түстің ғой. Осы жерлер ғой. Десең, масса жұмыс. Кросс бірақ жаман ойнады да, кросс. Иә, ойын тапқан жоқ. Гюндаганды алып тастады ғой даже. Андай, білмеймін, сондай жоғалтып алды ма, или Испанияның полузащитасы одан поинтереснее болды ма. Испанияның ойыны енді андай көрініп тұр ғой, что олар типа баяғандай Барселонаның праймын көріп өскен балдар сияқты ше. Тики-така дегенді біледі, ана бірдеңе шығып кететінді біледі, ана Фабиан Руиз дейтін ПСЖ-да ойнай алмай жүрген игрок. Роналдиньо болып жүр ғой. Мынаны қара дейтін тиктокер бар еді, оны ғой. Англия кеше анандай ойынымен Саутгейт қалай шыдап жүр. Сондай тиктокер көп шығады ма? Мынаны қараңдар. Джуд Беллингем өзін. Сендер таңғаласың. Үш ұйықтаса да түсіне кірмейді ғой. Мынаны қараңдар. Сен қоймасаң сонда. Сөйтіп Испания Германия ойыны бітті. Заслуженный Испания ары қарай өтті. Скорее всего, біз екінші Франция мен Португалияның ойынына қараған кезде Испания ары қарай финалға өтетін сияқтымыз. Сөйтіп екінші ойынға кетейік. 120 минут мына ойын болды. Андай арасында пауза жібермей, арасына ауа жібермей дейді ғой. Екінші ойын бізде Франция Португалия 2016 жылғы чемпионат Европаның финалының қайталауы. Ол жерде де кім болды? Роналду болды. Ол жерде де Гризман болды, қателеспесем. Болды. Сөйтіп ойын енді Испания мен Германияның басында екеуі бір-бірінен қорқыты ма? Мына екеуі одан сайын қорқыты ма? Франция мен Португалия ойыны жайлы. Өзіңсе Португалия балет еттің ғой? Мен Португалияға кеттім, Жоқ, Португалия по идее күшті ойнады, өте күшті ойнады Португалия. Францияға қарағанда қызығырақ болды. Статистикасы да қатты болды. Статистикасы жақсы болды. Бірақ Криштианоны енді қанша фанат болсам да, Криштианоны алып тастау керек еді. Бір 70-ші минутта ма. Хотя кімді шығар, Брамус шығар. Екінші минутта ма. Екінші минутта. Артық ол екінші минут деген. Екінші минутта ауыстыру керек еді, 7-ші нөмірде. Мен ешқандай хейтер емеспін, просто Диого Жота алдыңғы ойында пенальти зарабатывать еткенде, типа Роналдудың бір матчта хайлайтын бір 30 секунд тастап тастады деп ойлаймын. Мен ешқандай хейтер емеспін деп жаман дей берсем. Өзің міне мысалы үшін Роналдудың фанаты ауыстыру керек еді деп айтып отыр. Роналдуны ауыстырып тастау керек еді, сөйтіп Роналду флангта тұрып, заменде тұрып, андай 2006-дағы сияқты тренер сияқты напор беріп тұрғанда жастарға вообще күшті болатын еді. Португалия, мне кажется, сөйтіп чемпион болып кететін еді даже. Сен алай ойламайсың ба? Мен ойынды көрдім де, мына нәрсені түсінбегендей болдым. То, что Роналдуға көп пас шықпады деген. Бір рет қана сол нормальный возможность шықты, соны реализовать еткен жоқ. Ол мені судить етуге болмайтын сияқты, мен көп пас бармаған сияқты мен ойымша. Наоборот, көп пасты шығаруға тырысты ғой, бүкіл команда Роналду ойнады да, и сол вот ошибка болған сияқты, мне кажется. Бірінші таймда сөйтіп ойнады да, вот екінші таймда кім шықты? Консенсао ме? Сол шыққаннан кейін барып ойнай бастады өздері. Бірақ өзі кеш болып кетті да уже. Ерте шығарып тастау керек еді Роналдуны, Португалия өтетін еді негізі. Роналду да?
егер мен Роналду болсам дейтін әңгіме қалай сендерге. айта бер. Егер мен Роналду болсам, Бірақ невозможно тренерге келіп, брат, мен ертең заменада отыра тұрайын, 2-3 гол салып алсай, сосын шығам десе, қазақша айтса еще осы. Білмеймін, Роналдуға ешқандай жаман нәрсе ештеңе айтқымыз келмейді, бірақ бәріміз көріп тұрмыз ғой, что ойын жүрмей жатқан, гол сала алмай жатқан, подыгрыштар, розыгрыштар жоқ екенін, жоғалып кеткен баяғы искра, баяғы анау стремление к воротам жоқ, ондай бір напор жоқ, выносливость жоқ, выносливость бар, напор жоқ, бүйтіп атылып кете беретін, бүйтіп кететін деген сияқты. Просто опытпен, ана жерде мыспен басайын десең, ана жерде Упамекано дейтіндер, қой сен мысың жеңіл оқыған деп тұр ғой. Салива дейтіндер, Роналдумен ойнап жатқан жоқпын деп тұр ғой. Петковичпен ойнап жатқан сияқты. Зачитер ғой ана жерде. Жоқ, мен сырттай өзімнің көзқарасымды айтатын. Жаман. Просто білмеймін, Гонсало Рамуш емес, ладно, Феликс емес, но сенің запасыңда Диего Жота дейтін любой ойынды креативно қылып беретін сен. Оны қай жерге шығарсаң да ойнап береді. Ол Роналдуға пас шығарып, один бер, степ бер десең де степ беретін ойыншыны заменада ұстау, бұл қателік деп ойлаймын. Ол сен евро бойы сен ана матчта шығардың, мына матчта шығардың ойнатып жатсың, и сен ойналмаған, әлі Германияның газонын көрмеген Феликсті шығарасың да, давай көр ал өзің дейсің де, Феликс шығады да, ол Барселонадан істеп жүрген білмейді, ол шығып Португалияның составында брат қалайсыңдар, ана Роналдумен бір пост салайын деп жүр ма, не істеп жүрген білмейсің, әшейін шықты да өзінің Барселонадан ойнайтынын дәлелдеді. Білмеймін, кеше по игре Португалия алып тұр ғой, болды ғой, сал ғой, голды сал, болды. По владению алып тұрсын, в целом по атаке алып тұрсын, даже андай қатты атака болмаса да деймін да, Франция білмеймін, әлем чемпиондары, әлемнің действующий чемпион финалистері шығып не ойын көрсеткен, ол Францияны, егер Португалияны осылай жамандадық па, Роналдуды, Франция одан да төмен деңгейде кешегі ойынымен. Бірақ каким-то чудом өтіп кетті. Бұл жерде Франция ұшса, и және Португалия дальше Испаниямен ойнаса поинтереснее болушы еді. Бірақ енді Франция үлкен матчтарды біледі, үлкен ойындарды біледі, ертең Испанияны кім біледі? Мбаппе сол жерде қоямын. Испанияны ұтып кететін сияқты Франция. Потому что кім болды? Там красный алып кетті, Карвахаль алып кетті красный. Сол ойынға келеміз қазір. Сөйтіп Португалия Франция пенальти болды. Қызық емес, 0-0 жетіп пенальти болды. Пенальтиде Диего Кошта қайтарап сондай бірдеңелер істейма, екінші Аргентинаның Мартинесі сияқты бола ма деп едік. Бірақ өкінішке орай бір удар қайтарған жоқ, Да, вообще угадать еткен жоқ еще. Вообще угадать еткен жоқ. Франция, қой біз Словения емеспіз ғой деген сияқты ше, жаңағы. Бізді Иличич көріпсің ба деп, оларды былай. Вратарь екі жаққа секіріп атты, топпен екі жаққа. Андай, ол уверенность игроктардан деп ойлаймын. Ол вратардың слабыйлығы емес, игроктардың Дембеле всегда тебетін бұрышына емес, мына жаққа тебем деген сияқты. И сөйтіп салып тастады. Мысалы, Тео Эрнандестің өзі негізі левшалардың барлығы мына жағына қарай тебеді ғой. Ал кімде? Словенияда солай теуіп, Кошта солай қайтарып еді да, Тео Эрнандес жоқ, мен мына жаққа девяткаға тебем дейтінді, никак не ойдашы. Сөйтіп өтіп кетті. Францияның барлық жанкүйерлерін құттықтаймыз. Еще байқадыңдар ма, Роналду до этого ұтылған кезде, даже Аль-Хилалға ұтылған кезде қалай жылаған, мысалы Словенияға жаңағы ұтылайын деп чуть-чуть қалған кезде қалай жылады. Но Францияға ұтылғанда достойно қабылдады. Ол білді, что өзінің слабы екен. Мойындады кеше. Мен де солай ойлаймын, по идее, түсінген сияқты қатты жаман ойнады. Мен ойымша ол слабый екенін емес, просто достойно ойнады и қолда не келеді, соны істеді. И типа жоқ, брат, қарашы, мен Роналду Словенияға ұтылып қалсам да, мен мысалы үшін Словенияға ұтылып қалсам по футболу, ішің ашиды ғой. Сен қанша жыл легендасында, и Словения сені өтейін деп жатыр да, сен пенальти сала алмайсың. И келесінде 1-4-те Франция сені ұтып атса, нормально, Францияға АПЛ-да ойнайды, анда ойнайды деп жеңіле саласың. ПСЖ-да ойнайтын балдарға жеңіліп жатырмын ғой деп. А не то, что Словения дейді сияқты. Бұл жерде Роналду өзі мойындадым,
менің дәуренім өтіп бара жатыр. мхм. өйтіп айтқан жоқ ол. сондай болған сияқты болды бүйтті ғой, бірақ букена сумеро тейра, менің дәуренім өтіп бара жатыр дейді. жоқ просто оны мен оның мотивациясында сомнением жоқ, өйткені жаңағы 39 жасында арабский бір лигадағы бір ол үшін значение қатты имеет етпейді, кубок үшін жылап жатқанда мына жақта ол конечно оған обидно болды, но ол достойно қабылдады. Смирился. Нет, достойно қабылдады, но оның мотивациясы Мынаны кетті дейді, қараңдар. келіспеймін. Десең. Келесі чемпионат мен жаққа дейін бұйыртса барады деген ойдамын, одан да мықты болып келеді. заменде отыру керек сияқты Жоқ, келесі чемпионат мирада Ну бүйтіп заменда отырып шығып заменда Португалияға өздерінің ойынын прям идеально қылып істеп алып, типа Диого Жота бар, Гонсало, андай өздері бүйтіп күштілеп ойнайды да, бір 2 гол салып алады, сосын Роналду 70-те шығарды. Бүкіл навес повестерін Роналдуға лақтыра беріп болды. Роналду соған өзі қанағат болатын шығар. Ертең просто 2 жылдан кейін Португалия осындай золотой составымен келіп тағы да ұшып кетсе, Роналдудың осындай ойынның кесірінен деп айтайық, бұл жерде бұрын арқасында деп айтатын қой. И возможно, бірақ кім біледі, Роналдусыз ақ шай кетеді олар. Біз бәрін кінәні Роналдуға салмай қойдық, ол Португалия. Роналдусыз ертең 3-0 болып қалса, Роналду болу керек дейтін әңгіме болады. Мысалы андай болды ғой. Мен неден қорықтым, мысалы Роналдуны шығарып Мароккомен сол сияқты ойын болып қала ма деп қорықтым. Өйткені сол кезде именно сол матчта Роналдуны шығарып тастады и Мароккодан ұтылып қалды, ойлаңдаршы. Деген сияқты ғой. И сол кез маған обидно болды. Не үшін сразу Роналдуны шығармадым да, типа дым дей алмайсың. Өзінің любимый игрогын мына жақта қатты өзін көрсете алмады, ұтылды, достойно қабылдады, как и Роналду. Но Роналдудың мотивациясы сомнениялар болмасын, ол болды, еш брат сомнение жоқ. Роналду айтып барасың, ол Франция кім кездессін, бүкіл мысалы Португалиядан басқа бүкіл командалардың бүкіл топ игроктарының қарсы болып Португалия болып қойсын, ол итіп беріле салмайды. Болды. По-любому, конечно. Кімдер де жаман ойнады ғой. Бернарду Сильвадан жас деген, Бруно Фернандеш вообще қатты ойнады, мне кажется. Жоқ, ондай өздері көріп тұр да, что Роналду 39-ға келіп 40-қа тақап жатыр да. И бүкіл инициативаны өздері алып, қой брат, мен сөйту керек еді, по идее. Брат, мен аяғымнан көбірек шалсын, мен ойнайын деген сияқты. Білмеймін, Бруно деген негізі МЮ-да өте мықты ойнайтын ойыншы ғой. Ойын жүргізетін ойыншы ғой. Бруно болмаса МЮ дұрыс ойнай алмай қалады. Сборныйға келеді да. Мен давайте жай полузащитник бола тұрайын. Мен Маруан Фелайнимен бүгін сөйтіп андай қателгі жіберіп. Ладно, Португалия, Франция өтті әрі қарай жартылай финалда Испанияға қарай түсті. Достойно. Бізде әлі топ матчтардан бір кемінде біреуін көреміз деген ой. Екінші сеткаға өтейік. Бұл жақта бірінші ойын Нидерланды және біздің мұсылман түрік бауырларымыз. По зрелищности осы матч қалған бәрін алып тастаған сияқты. Алып тастады, екінші тайм вообще қызық болды. Турция ойынның басы негізі бүкіл инициатива Турцияда болды. Білмеймін, Голландия ондай нәрсені күткен жоқ па, түріктер жатып алады деп ойлады ма. Бірақ түріктер ойынның басында мына жаққа, давайте, донерлер дайын ба, дайын. Бүкілі жүгіріп жүр, ана жерде ашылып бір Австрияның бірдеңелерін алып алған сияқты өздерінше андай навыктарын бүйтіп ойнаймыз, гол ма, гол деп, анау бірінші голда дальныйға навес жасағанда 3 адам күтіп тұр ғой. Үшеуі сулифас деп кім ұрамыз, сол тұрайып деп сөйтіп 4-ші нөмір салып кетті ана жерде. Бана мына жеріне өтіп кетсе, анан келесі басымен салады, одан өтіп кетсе, біреу иықпен салатын сияқты. Любой замыкающий ударды ана жерде вариантқа 3 адам болды. Оларға Фримпонг тұр ғой. Думфрис тұр ғой, Думфрис па? Думфрис тұр. Не істейді ол Думфрис? Жеге өздерің деп қалды ғой. Ана екеуі Думфриске фокус көрсетқанда ана шеш салып кетті. Сөйтіп есеп бірден өл. Күшті описать ете дегенсіз сен. Матчты. Ойын солай көрсеңдерсіңдер. Саған комментатор болу керек негізі. Болды. Мынаны қараңдар. Комментатор болсын. Англияның ойынын қалай комментатор етесің? Мынаны қараңдар десең. Сөйтіп, енді Турцияға жатуға болады, әрі қарай уже Голландия өзіне инициативаны алды. Енді Голландияның алғашқы стартовый составы, сен ойын көрдің ба? Көрдім. Ұнады ма? Ұнады. Ойын туралы өзің айтшы. Мен бағаннан бері сөйлеп отқанымды байқап отырмын. Турцияда мен сөйлеп отырсың просто. Турцияда? Сөйлеп отырмын. Турцияда кім шықпай қалды ғой? Демиралмен. Бірақ Голландия шыққанда достойны болған сияқты енді. Финалға шықса Голландия, Англияны. Голландия типа жаман ойын көрсетпейді ғой.
бірінші Голландияның стартовый планы орындалмады ғой. Мгм. Шықты, көрсете алмай қалды, не сработало. И бұндай мен сендерге бір секрет айтайын. Бұл менің футболды жақсы қараған. Секрет деп сен камераға бәрін айтып отырсың ғой сен. Иә, міне қараңдар, барлығыңызға бір секрет айтамын. Не үшін сборныйда қандай сборныйлар жеңіске жетеді? В целом негізінде составы өте жақсы, сосын бір ағаш нападающий бар сборныйда. Міне Аргентинаны есептемегенде, Аргентина исключение, там Месси бар. Францияда Жиру бар ғой, қопал, бірақ ойнайды. Баяғда Германияда Клозе дейтін, и Марио Гомес дейтіндер бар еді ғой, андай қатты креативный нападающийлар емес, но бүйтіп салып кететіндер деген сияқты ғой. Сосын Кейн ғой, сондай ойыншылар ойында решать ететін ше, бүйтіп баспен салып, мешать етіп, ана защитниктерге деп терін жақ кетіп деген сияқты ше. И кеше Голландияда сондай бір план болды. Веххорст дейтін ойыншы болды ғой. Анау енді ыңғайсыз ойыншы, ананы бір любой клубқа апарсаң ше, ойнай алмай қалады. Но сондай ойыншылар осындай оборона жатып алған кезде, не істерін білмей қалған кезде ондай ойыншылар шығады да, лақтырады, подыгрыш лақтырады, біреуге скидка береді, бүйтіп жағаласады, сөйтіп анау центральный защитник мазасын алып, сөйтіп гол салып кетуге мүмкіншілік ашады. Сөйтіп салған жоқ па кеше голдарды? Кім салып еді? Бірінші угловой келді, защитник салды. Депай бүйтіп андай қылды да, розыгрыш жасап, Деврейге берді. Деврей деген ешкім жоқ жерден салып жатыр, бүйтіп баспен салды. Екінші голды сол Веххорсттың арқасында салды. Гакпо дальныйға сол пас өте ұзақ өткен жоқ па бүкіл линиядан? Бүкіл линиядан өтті ғой, анау лев защиттен бастап бүкіл, бар қайда баратсың? Анау баяғыда лев защиттен қаштым, центральный защиттен қаштым деп анау бауырсақ құсап дальныйға барды да, сөйтіп ана жақтан Гакпо жасайын деп жатқан кезде уже автогол болып кетті. Автогол айтпақшы осы евродағы 10-шы автогол. Лучший бомбардирда автогол тұр, одан кейін Коди Гакпо тұр. Негізі Коди Гакпо кеше салса, ол единолично или единогласно ма бірінші орынға шығатын еді. Жоқ, сөйтіп айта ғой. Андай жаңағы не ойнады, Турция мен Голландия ойнады. Андай кайф матч қой. Кім ұтса да ұтсын деген матч қой. Өте берсін екеуі дейтін ба? Екеуін өткізіп жіберуге бола ма дейтін сияқты баяғы ректорлар. Сол ғой. Маған Голландияның қатты симпатизирует жаңағы бұрынғы Снайдердің голдары, Ван Персидің голдары. Розы. Голландский розы. Ван Персидің салғаны. Сондай голдарды көреміз деген ойдамын. Бір шедевр. Сөйтіп Нидерланды әрі қарай өтті. Маған мен басында өз екі командаға жанкүйер боламын деген, Англия және Нидерланды дейді. Екеуі кездесейін деп отыр мына жерде. Прикиньте. Осы кезде кімге болетесің? Англияға да конца. Жоқ, Голландия. Голландияға да. Кім өтіп кетсе, біреуін таңдасаң болады ғой. Англияға. Бірақ Ван Дейк өтіп кетіп, Ван Дейк финалда Испанияны мыжываса да қарсы емес. Коди Гакпо екеуі. Ливерпуль ғой. Сөйтіп соңғы 1-4-тің ойыны Англия, Швейцария өздерінің сүйікті құрамаларын самый зрелищный матч көрсеткен. Англияға не дейсіңдер? Өзің айт. Өте күшті матч болды, по идее. Англия жақсы ойнады. Жақсы команда ғой, айтшы Англия. Күшті команда Англия, по идее. Өте күшті матч болды дегенше, андай Зиданның шашы бар дегенмен бірдей болып қаласың. Жоқ, Англия енді Францияға қарағанда жақсы сборный сияқты, мне кажется, голдар соқты по-любому. Франциядан қалай болды? 3 автогол соғып, бір пенальти соқты. Финалда Англия мен Франция кездесіп. Англия, мне кажется, финалда ұтатын сияқты вообще, чемпион Европы. Чемпион болады сияқты. Осындай ойынымен. Сондай ойындар ұтады ғой. Мен әр подкастта, әр кезде айтам. Нападающий выигрывает матчи. Защита выигрывает титул. Да, жақсы айтылған. Сондай ойындар ұтып кетеді. Италия онда неге өтпей қалды? Италия неге ұтпай қалды? Италияда дым жоқ, брат. Италияда дым жоқ. Пицца ғана бар ғой. Пицца жақсы пісірген игроктар. Италияда вообще дайындалмаған. Өзі тренер де айтты ғой. Бірден ақталды ғой. Осыған дейінгі тренерлер 20 матч өткізген. Типа осындай турнирге дейін. Мен ондай матч өткізген жоқпын, мен дайын емеспін деді. Дайындап үлгермедім деп ше. Неоправданный высказываниялар деп ойлаймын. Неоправданный высказывание. Өйткені дайын болсаң ғана тренер болсай деген нәрсе ғой мұнда. Звондасай Спалеттиге. Алам екен. Спалетти? Бір әрбін өзгеріп тасың тамақ болып қалады екен, е? Тамаша. Сөйтіп Англия, Швейцария
бұл жерде білмеймін, мен Англияның мынандай нәрсесіне сендім, что Швейцарияны шаршатады. И Швейцарияда жақсы ойын ғой, бүйтіп атылатын, бүйтіп кететін. И Швейцарияны шаршатып, соңында несправедливый гол салып кетеді деп ойладым да. Бірақ Швейцария өздері бірінші гол салып кетті. Англияны оятып, Англия ондай нәрсеге дайын, өйткені алдыңғы ойында да Словакиядан бір гол өткізіп, 95-те Беллингем қайтарған. Страшно. Бірде бір қылып. Осы жолы 75-те салды да. Бірақ созбай 5 минуттан кейін Сака дальныйға жай тепкен сияқты болды негізі. Күшті гол соқты, по идее. Кім Англияда вообще Фоден өте жаман ойнап жүрді? Жоқ сияқты. Фоденға позиция бермейді дұрыс. Негізі Саутгейттің ошибкаларын айтатын болсақ, таңға дейін жырлаймыз дейтін әңгіме ол жерде. Сенде составыңда Кейн, Беллингем, Фоден, Сака. Кім бар сосын? Майну дейтін тамаша. Палмер бар. АПЛ-дың лучший игрогі, лучший молодой игрок. Челсидің лучший бомбардирі, лучший ассистенті. Александр Арнольд, Уолкер дейтін составыңда енді бүйтіп тас атсаң, бір Ситида ойнайтын, там Арсеналда ойнайтын игрокқа түсесің да, и сондай ойынмен. Бірақ әйтеуір результат көрсетіп жатыр ғой. Сен қай жерге дейін бардың десең, полуфиналға дейін бардың. Жоқ, негізі жаңа айтып отыр, прикол ғой бәрі. Англияны қатты көтішін деуге де болмайды негізі. Беллингем гол есіме түсіп кетті. Англия осы Еврода өте зрелищный футбол көрсетіп жатыр дегендей мен ойдамын. Жаңа мнением өзгерді, жаңа есіме түсіп кетті да. Ең әдемі гол пока что Беллингемде шығар. 2 гол соқты Беллингем, через себя который ма? Словакияға, иә. Беллингем, по идее, финалға шығып, ұтылып қалса да золотой мяч алатын сияқты. Золотой мячтың ойыны, ол каждый ойында золотой мяч деп ойлап жүр ғой примерно. Жоқ, Беллингем күшті ойнап жүр, по идее. Экстра таймда айтпақшы, Швейцарияда бір момент болды, өткізіп жібере ала жаздады кімдер. Ойбай, мен жаңа бір нәрсе ұмытып бара жатырмын, Нидерланды Турцияда. Турция соңғы 5 минутта бір 6-1 сала алмаған шығар. Не масқара анау. Мынаны қараңдар десе. Білмеймін, анау кірмей қойды ғой доп. Бұлай көреді, 18 жасар нападающий шығады, бұлай көреді, ана вратарлары слабый деп келіп еді. Ол негізі вратарлар қатты ойнап кетті, оны Вамберденге дейтін. Бүйтіп қайтарып жібереді, алдында Деврей жатады, доптың мәссаған, сол жерде Турцияға обидно болды, қалай кірмейді анау. Сөйтіп, ладно, екінші ойынға кіре берейік. Швейцария, Англия, по пенальти бұл жерде Пикфорд бір допты қайтарды, кімнің? Аканжидің ударын қайтарды, уже ары қарай. Анау несі рас па екен сол? Иә. Бутылкасына жазып қойғандары? Негізі, иә, в основном вратарларда сондай болады, бірақ ол андай ғой, жазып қояды, өтірік жазып қойсаң да, анаған андай ғой, типа, мен сен білеме дейтін сияқты ше. Ана жерге әшейін Аканжи, ондай акцентпен айтайын. Аканжи. Мысалы үшін Аканжи всегда оңға тебеді да, иә. Мысалы үшін, иә, ана жерге просто Аканжи деп жазып қойса, и анау Аканжи қарайды да, бля, мен оңға тебетін біледі ғой деп солға тебіп жіберді. Сияқты ғой андай, сондай мейн гейм ғой, жақта уже разумдар бір-бірімен жарысатын. Оны білмейміз, бірақ не дегенмен Аканжидің ударын қайтарып, Швейцарияның духын бірден отырғызып тастады ғой. Аканжи салмағанда чаттам қалғандарын деген сияқты. Жоқ, вообще қате болды Аканжиға берген. Аканжи өмірінде пенальти теппеген адам екен ғой еще. Джакама біреу теуі керек хотя бы. Бір топовый біреуден Роналду сияқты бастау керек еді, уверенностьпен. Рахмет, бір рет бос мақтадым Роналду. Азық қылың кішкене. Роналду сияқты бастап кешірім сұрау керек. Сүйгенді сүймегенге жанба дейтін. Сөйтіп Англия ары қарай, уже Англияда барлығы теп алады ғой, идеально. Арнольд деген ол ана сетканың мына жеріне тигіз десең тигіз жіберетін защитный қолында защита раз. Сөйтіп салды, Беллингем салды, сөйтіп Англия ары қарай полуфиналға өтті. Полуфиналда енді Нидерланды, Англия. Енді өздерінің ойларын сұрап кетейік. Бірден Испания, Франция. Испания өту керек. Испания өту керек по-любому. Бірақ мне кажется өту керек, бірақ Франция өтіп кететін сияқты, өйткені Мбаппелер решать етіп кетеді. Еще Испанияда жаңа краснылар бар. Испанияда Карвахаль ойнамайды, Ленорман ойнамайды, Педридің ойнауы екі талай. Жоқ, Педри ойнамайды деді ғой. Педри травмалды болды. Пост жазып тастады, иә, вроде. Педри ойнамайды. Енді защита. Марата ойнамайды. Бұрын Марата ойнамайды десе қуанатын, қазір Марата деген Испанияның жақсы бір ойыншылардың бірі ғой. Енді қараңдар. Осылардың орнына кім шығуы мүмкін? Ленорман мен Карвахаль бұл защитада ойын. Педридің орнына
скорее всего Ольмо шығады, там Маратаның орнына Хосело шығады десең қате ғой. Иә, Ферран Торрес осы Еврода гол салды, Ферран Торрес шығады, онда вот осы Ленорман мен Карвахалдың орнына кім шығады? Начо екіге бөлініп ойнай ма, не істейді? Защитниктер кімнің? Реал Сосьедад па, Бильбаоның бір защитник бар, Байен емес. Бір защитник бар, бірақ ертеңгі ойында қиын. Гримальдо бар, левыйда. Кімді қою мүмкін ғой, может быть, Кукуреллені қой. Кукуреллені оңға жіберіп, Гримальдоны солға шығарып, ортаға Начоны қойса, ортада бар. бұл осы защита примерно 2 гол өткізеді деп ойлаймын. Өткізу мүмкін. Қиын ғой, иә. Испанияның защита слабы ғой, по идее. Хесус Навас бар, иә. Хесус Навас 64-те ма, нешеде ол? Ол келе ма ол ойнауға? Қалай болады екен ертең? Ленорманды ауыстыратын игрок жоқ деген ұяттау екен енді. Испанияда баяғыда защиталар қандай еді? Пике, Пуйол мен басқа защитник бөлмейтін ғой центральный. Сөйтіп ертең қиын ойын болайын деп тұрген, шынымен де Францияда ешқандай проблема жоқ. Францияда маска киіп шығады, болды. Қиын ойын болайын деп тұр Испанияға, бірақ Испания егер осындай составымен өтіп кетсе, онда бірден бір чемпиондыққа үміткер. Өзің кімге жанкүйерсің? Бұл ойын 90 минут болады деген ойдамын. Біз фактор айтсаң. Такс, кімге жанкүйерсің? Мына жақта мен особо мынау ұтса екен дегендей жоқ, но по-моему Франция деппін ғой, қателесіп кеттім. Испания өтеді сияқты мен ойымша. Сол типичный жаңағы Испания более атакалары острее и көп гол салды деп ойлайсыңдар енді екеуің, иә? Мен бірақ бұл жерде Францияға жанкүйер бола тұрайын. Неге дейсіңдер ғой? Өйткені финалда большие имена болу керек. Финалда Кукурелле жүрмеу керек. Финалда Мбаппе дейтін сияқты ойыншылар болу керек. Финалда Гризман жүру керек дейтін сияқты ғой. Мен ешқандай әңгімем жоқ Кукуреллеға, но финалда мысалы үшін Катардағы финал Мбаппе шығады да хет-трик істейді, Месси дубль, ассист бірдеңе істеп жатыр. Сондай қырғын финал болу керек та ертең. Мына жақтан Фабиан Руис дейтіндер ойнап жүрсе қызық қандай? Андай керек қой. Көп адам білетін ойыншылар ойнаса прикольно ғой негізі. Дембеле ойнаса, мына жақтан Кейн, Беллингем ойнаса андай, как будто Элчин финалының составы сияқты деген ойым ғой. Испанияға ешқандай қарсылығым жоқ. Мен Испания барлық ойыншыларды танимын. Бірақ араласам деші. Испанияның әлі талай мундиалда андай шайқайтындай золотой составы келе жатыр. Мынау Яман, күту қажет жоқ. Ұту керек осы. Ұту керек па? Онда ұта берсін. Но мен өзім Франция өтсе, поинтересный финал болады деп ойлаймын, өйткені составпен деген ғой. Жаңағы логикам түсіндір ғой, иә? Түсіндім, бірақ статистика финалда Мбаппе ойнасын деген. Статистика басқа нәрсені айтып тұр. Көреміз енді. Бұл жерде жақсы ойнаған емес, кто лучше играет емес, кто сильнее, сол өтеді ғой. Келсем. Айтпесе, кто лучше играет десе, баяғыдан басқа командалар өтетін еді. Түсіндіңдер ма? Кто лучше играет десе, Словакия өтіп кететін еді. Надо өзі Англияны дейтін сияқты әңгіме ғой. Жоқ, кімдер Испания өтсе де күшті болады, по идее, Уильямс пен Ямаль. Уильямс қаяқта ойнап жүр? Карвахаль бір красный ғана, бір матч ғана өткізеді, егер финал. Ленорман қайтып келеді. Педридің жазылғанын күтіп сентябрьде ойнасақ десең. Сол жіберсең Евроны. Прикольно. Негізі финалда Испанияда болған жақсы. Құрметті көрермендер, Испания, Франция, сіз кімге жанкүйерсіз? Төменге жазып кетіңіздер. Кім өтеді, сонда жазып кетіңіздер. Негізі жақсы полуфинал болайын деп тұр екен ғой. Бүйтіп жаным жақсы көріп. Енді екінші жақ сеткада бұл жерде Нидерланды, Англия. Нидерланды деп айтайық, өйткені Голландия деп айтпайды. Нидерланды. Неге Голландия айтпайды? Типа официально Нидерландымыз деді ғой. Жақсы болды. Нидерланды или Голландия дейді, қазір Нидерланды. Шатаса беретін болдық қой сол. Нидерланды, Голландия. Кімге? Мен Голландияға болеть істеймін, Нидерландыға. Нидерланд, потому что Евроға қызық ойнап келе жатыр. Гакпо күшті ойнап жүр еще, Гакпо. Гакпо, мне кажется, финалға өтсе лучший игрок болуы мүмкін сияқты, еще бомбардир ғой. Бірақ енді Англия өтіп, Англия чемпион болатын сияқты. Полуфиналда өтіп, Беллингем бір гол соғып там. Решать етіп кетіп, сондай чувство бар. Либо Кейн ба, может быть, Кейн салып кетіп деген сияқты. Англияда андай решать етіп жіберетіндер көп қой. Көп, Сака. Сака бір матчты решать етті, бір матчты Беллингем решать етті. Там
ертең кейнер жатеді шығуы мүмкін, Фоден, ойнап Гвардиола звондап салса дейді, анау салып кетуі мүмкін дейтін сияқты. Ерік өзіңде. Бәріміз білеміз, Англияда өзі қаншама жылдар бойы ең мықты лига, әлем бойынша АПЛ мықты игроктар жиналып қалған, жаңағы АПЛдың жаңағы топ-5 лигадағы мықты игроктар жиналып қалған Англияда. Мен ойлаймын, осы еврода жалғыз бір сенсацияға возможность ол Голландияда. Сенсация. Мен мұнымен айта беремін, брат. Ладно. Сенсацияға возможность ол Голландия ұтса ғана сенсация болады да. Сондықтан бір Голландия ұтса екен деген ой бар. Сендер түсінбейсіңдер. Қараңдар. Бұл евро, бұл футболдан жарыс қоя. Футболдан жарысты футбол ойлап тапқан команда ұту керек. Англия ұтады деп ұрысып қалсаң көреді. Англия ұтады, және АПЛ-дың бәріміз лучше екенін білеміз, сондықтан Англия ұту керек. Англия білмеймін, мышып тастау керек қалған командалар. Негізі, бірақ өздері онша емес ойнау керек деп жүр. Мен соңына дейін Англияға жанкүйер боламын. Мен Голландия өтіп кетіп жатса, ол жерде өзімнің 2 игрогым бар. Вирджил ван Дейк және Коди Гакпо деген Ливерпульдің келесі жылы АПЛ алатын составында ойнайды. Мен сендерге бір нәрсе айтайыншы. Мен бір ішімді мазалайтын бір несправедливость бар сияқты мен ойлаймын. Ішіңді мазалай ма? Не деймісіз? Соны шешіп беріңдер. Давай. Соны шешіп беріңдер. Мысалы андай нәрсе. Маған ұнайтын бір игрок бар. АПЛда көп гол салатын Холланд деген. Бәріңіз білесіздер, Холланд карьерасын жақсы бастады, көп гол салды. Оған шанс бар осы футболдағы ең мықты игрок болуға. Жоқ. Көп гол салуға. Шанс жоқ. Жоқ, шанс болушы, соны айтамын да қазір. И параллельно тағы бір игроктар бар, которые мало забивают, но топ елде туылғанда, и соның арқасында андай елдердің арасындағы трофейлар бар да. Ну, Холландта мен ойынша возможность жоқ, мысалы. Теп елдермен трофейларды алуға. Сен просто рандомно Холландты унижать еткің келді? Жоқ, унижать еткім келеді дегенде, мысалы, Роналду егерде басқа, мысалы, Роналду Литвадан болса, мысалы, оған мысалы ешкім мойындамайтын еді Роналдуны. Ол маркетинг қой, маркетинг жоқ болатын еді деген сияқты. Норвегияда шанс бар, егер Норвегияның ойыншыларының бәрі қой дұрыстап ойнайық деп ойнап кетсе дейтін сияқты. Вдруг бірақ топ сборной болу дейтін ол бір циклдан ғана тұрмайды. Бір мысалы үшін чемпионат Европаға барып, болды сен топ сборной болып кетпейсің. Ол деген сен чемпионат Европада 1-4-ке барасың, келесінде 1-2-ке барасың, одан кейін 1-8 ұшып кетіп 1-4-ке сөйтіп жүресің да. Ол дегенің сен 4-5 турнир, ол каждый 2 жыл сайын 10 жыл өзі Холланд уже 30-дан асып кетеді. Норвегия топ болуын дегенше. Так что мен индивидуально айтып тұрмын да, мысалы, Холланд. Жақсы ой екен. Мысалы, егерде Роналду неден болса, Месси екеуін салыстыра алмайтын едім ғой. Теп, Роналду деген елмен дым алмады ғой дегенде. Хотя это несправедливо, то что біреуі нормально игроктары көп сборында туылды деген нәрсе. Сондықтан маған чуть Холландты жалко, өйткені Холланд мысалы евродағы көптеген нападающийлардан андай көп гол салады, жаңа жақсырақ ойнайды, бірақ та өкінішке орай даже еврода жоқ. Сол үшін Холландқа Норвегияның составында бір емес, там 5-6 голдан салып сөйтіп шығару керек. Оған бірақ Англияға көшіп кетуге шанс бар ма? Бір заң бойынша жаңағы. Жоқ, уже көше алмайды ғой, уже көше алмайды. Бірақ давно болды да, по идее. Егер сен Англияда туылған жоқ па өйткені ол. Егер сен просто андай ғой, қазір ауыстырып жіберсең, бүкіл Норвегия көріп кетеді сен. Зачем ол саған деген сияқты. Жоқ, по идее Норвегияның составы жақсы емес па? Эдегар бар. Оларға негізі осы алдымыздағы 2 цикл жинап алуға болады составтарын. Міне мынау ертең Лига нация басталады, чемпионат мираға отбор, одан кейін чемпионат Евроға отбор, одан кейін чемпионат мираға отбор. Осы үшеуі 6 жыл бола ма? Каждый 2 жыл сайын ғой екеуі осы 6 жыл. Осы 6 жылда Холландтың праймы өтеді, осы 6 жылда уже одан кейін 30-ға толып кетеді. Соған дейін үлгерсе, бір чемпионат мираға шығып, сол кезде мүмкін онда бір великий із қалдыруға шанс бар. Құрметті көрермендер, сіздер жазып кетіңіздер. Нидерланды, Англия кімге жанкүйерсіздер, кім жеңеді деп ойлайсыздар дейді сияқты ойындарды, ойларыңызды. Бүгінгі осымен біздің инсайт подкастымыз соңына жетіп қалды. 1-4 ойындардың барлығын керемет талқыладық деп ойлаймын. Алдымызда бізде 1-2 жартылай финал және өзім алдыда 3 ойын қалды. Сол 3 ойында
чемпион кім болатынын бірге анықтаймыз. Менің ойымша Англия, сенің ойыңша? Чемпион болатын ба? Англия. Сенің ойыңша? Голландия. Жаңа Нидерланды. Мен сондай бір сказкаға сенемін. Испания мен Францияны упор көрмейсіңдер ғой сонда. Жоқ, мен олар жақсы ойнайды, но мына жақта Ең слабы екі команданы бөліп алып тұрғанбыз. Қалай болады сендерге? Нидерланды. Құрметті көрермендер, сіздер де төменге жазып кетіңіздер. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Және Инсайт подкасттың келесі шығарылымдарында жүздескенше бүгін бізде қонақта болған Португалияның деп андай сәл мысқылдап келетін болсаң жанкүйері. Өте ерекше қонақ, вообще менің ойымша. Роналдоға болеть етеді, еще Барселонаға болеть етеді. Ондай адамдар бар екен, иә. Базар жоқ, сен бірақ Роналдоға сосын Барселонаға болеть етесің. Сені музейге оқып қою керек сен. Реально айтамын, реально айтамын. Музейге барған кезде астына не трогать деп жазып қою керек. Андай болды ғой, я фан Барсы, но Роналдо лучше дейтіндер бар ғой. Сенікі жалғыз сол реальный комментарий сенікі шығырсың. Әлемдегі ең лучший игрок кім сен үшін? Роналдо, конечно, Роналдо. Осымен біздің шығарылым аяқталды. Рахмет Ерік, рахмет Дәулет, рахмет Аңсаған. Аман сау болыңыздар.